Саламатсыздар әріптестер. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің, жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өту қағидалары мен шарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтар тарихы нөмір 82 бұйрығына өзгерістер енгізілген өзгерістер. Былтырғы оқу жылында 24 жылы сәуір айында енгізілген өзгерісте 72 бұйрық көпшіл, соның бірінші қосымшасы бойынша былтырғы оқу жылында мұғалімдер аттестатталған. Ал биылғы оқу жылында аттестатталатын мұғалімдер осы биылғы 25 жылғы ақпан айында 72 бұйрықтың екінші қосымшасы мен аттестаттау жүзеге асырылмақ. Осы бұйрықта педагог зерттеушілердің растайтын және педагог зерттеушілік санатынан өтетін, сонымен қатар кезектен тыс сарапшылыққа өткісі келетін педагогтарға және зерттеушілерге бұйрық бойынша міндеттеліп отырған өзінің авторлық әзірлемелерін 3 ауданға тарату керек деп міндеттеліп отырған қосымша тармақша бойынша бүгінгі күні қазіргі төмендегі педагогтар өздерінің авторлық бағдарламаларын ортаға салмақ. Әртүрлі білім беру мекемелері арасында ынтымақтастықты қалыптастыру, тәжірибе алмасу, ортақ жобаларды іске асыруды қолдау, мұғалімдердің кәсіп шеберлігін арттыру арқылы білім беру сапасын жақсарту. Көретін нәтижесі мұғалімдер жаңа әдістерді қолдану арқылы оқу саласын арттырады. Педагогикалық тәжірибелерді тарату барысында мұғалімдер өз шығармашылықтарын дамытады. Педагогикалық тәжірибелердің таратылуы нәтижесінде білім беру саласында тұрақты әрі тиімді өзгерістер орын алады. Мұғалімдер арасында кәсіби байланыстар орнап, болашақта бірлескен жұмыс жасау мүмкіндіктері ашылады. Бағдарламасы бойынша бүгінгі күні қазіргі уақытта Қожа Ахмет Яссауи атындағы нөмір 123 мектеп гимназиясынан 5 мұғалім өзінің авторлық бағдарламаларын ортаға салмақ. Келесі сөз кезегі 123 мектеп гимназияның физика пәні мұғалімі Ләйла Әріпжанқызына беріледі. Ләйла Әріпжанқызы сөз бересіздер. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен сіздерге бүгін авторлық бағдарламамның мынандай тақырыпта ұсынғым келіп отыр. Физика сабағында пиза тапсырмаларын қолдану тиімділігі. Яғни осы авторлық бағдарламаны 1 жылдық көлемінде уже қолданысқа енгізіп жатырмын. Ол үшін ең бірінші мынандай өзіме басты мақсат қоямын. Қайсының болсын өнуіне 3 түрлі шарт болу керек. Ең әуелі ниет, одан кейін күш, одан кейін тәртіп керек деп айтады. Сол ниет пен күштің арқасында тәртіпке келе отырып, осы бағдарламаны 1 жыл көлемінде қолданысқа енгіздім. Яғни бұл бағдарламаның негізгі мақсаты пиза тапсырмалар негізіне физикалық құбылыстарды түсіндіріп, зерделеу дағдысын дамыту болып табылады оқушыларға. Енді бұл жыл мақсатты қолға ала отырып, мынандай міндеттер қоямын. Пиза тапсырмаларын таныстыру, пиза тапсырмаларындағы физикалық құбылыстарды анықтау, заңдылықтарды білу, оқушылардың дүние танымын кеңейту арқылы ізденімпаздылыққа баулу, оқушылардың танымдық шеңберін кеңейтуге жол ашу болып табылады. Әрбір авторлық бағдарламаның өзінің өзектілігі бар. Сол сияқты біздің де авторлық бағдарламаның мынандай өзектілігі бар. Осы физа тапсырмаларын орындай отырып, оқушылар өздерінің білім танымын кеңейтіп, өзінің алған білімдерін болашақта қолдануға, яғни өмірмен байланыстыруға жол ашады. Сонымен қатар болашақ мамандықтарын таңдауға ой салады деп ойлаймын. Әрбір тапсырманы зер сала отырып орындайды да, деңгейлік тапсырмаларды бір түрден екінші түрге енгізе отырып, олардың таным деңгейі кеңейе бастайды. Бұл авторлық бағдарлама негізінен
6 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде бұл кіріспе бөлімі 1 сағатқа арналған. Бұл жерде пиза тапсырмаларына шолу жасап көрсетеміз, яғни қандай бағытта жол жүретінін көрсетуіміз керек. Екінші бөлім біз негізінен бұл 9-шы сыныпқа арналғандықтан механика бөлімін алып отырмыз. Сол механиканың негізгі әрбір тараулары кеңінен қарастырылады. Сонда екінші бөлім кинематика, бұл 6 сағатқа арналған. Механика бөліміне дамуына үлес қосқан ғалымдар туралы, ол жердегі бір қалыпты және бір қалыпсыз қозғалысты түсіндіреміз. Және осы бір қалыпты және бір қалыпсыз қозғала отырып дене түзу сызықты, көкжиекке бұрыш жасай, шеңбер бойымен қозғалысты сипаттайды. Екінші бөлім бұл динамика бөліміне арналған 7 сағаттан. Бұл жерде негізгі әрекеттесу заңдылықтары негізге алынады. Біріншіден Ньютон заңдары, осы Ньютон заңдары арқылы анықталатын механикалық күштер, дененің салмағы және ауырлық күшінің әрекетінен әсер ететін қозғалысты сипаттаймыз. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы, жасанды серіктердің қозғалысы қарастырылады. Ал 4-ші бөлім статика 6 сағатқа негізделген. Бұл жерде дененің тепе-теңдігі қарастырылады. Қандай жағдай болса да дене қозғала отырып, белгілі бір жағдайда қозғалысты ұтатын немесе тепе-теңдікте сақтайтынын қарастыруымыз керек болады. 5-ші бөлім бұл сақталу заңдары, импульстің сақталу заңдары, жұмыс, қуат, пәк тақырыптары қарастырылады, және механикалық энергияның сақталу заңдары қаралады. Ал 6-ші бөлім бұл тербелістер мен толқындар, бұл біздерде 8 сағатқа арналған. Бұл бағдарламаның барлығы Блум таксономиясы негізінде жүзеге асады. Бұл жерде көбіне осы биылғы жылда біз талдау деген деңгейге дейін жеттік. Келесі жылдан бастап осы бағдарламаны ары қарай жалғастырып, жинақтау және бағалау деген бөлімге дейін жетуге тырысамыз. Енді әрбір тапсырманы орындау үшін біз мынандай тапсырма, бұл мәтіннің өзі бірнеше түрде беріледі. Мысалы, тұтас мәтін болатын болса, бұл жерде балалар анықтай формуланы қолдана отырып, кез келген ізделінді шаманың мәнін анықтайды. Екінші тұтас емес мәтін болған кезде, бұл жерде сурет беріледі және нені табу керек екені ғана айтылады. Бала бұл жерде өзі амплитудасын, тербеліс периодын, циклдық жиілігін таба отырып, ары қарай олар тербеліс теңдеулерін жаза алады. Ал енді аралас мәтін болған кезде негізінен көбіне пет платформасын қолданамын. Бұл жерде балаларға 2 түрлі жағдайдағы суретті ұсынамыз. Осы суретке қарап отырып, олар байланысты анықтайды. Яғни бұл жерде қандай тақырыпқа арналған мына сурет, және ол қандай шамаларды анықтайды, қандай шамалар арасында тәуелділік бар. Соны анықтай отырып, өздері қорытынды шығарады. Ал құрамдас мәтін деген кезде бір мәтінді береміз да, осы мәтін бойынша балалар өздері сұрақ қойып шығады. Кез келген уақытта сұрақ қоя отырып, өздерінің түсінгенбегендеріне жол аша алады. Ал енді келесі тапсырмада бұл біздерде суретке қарап отырып, балалар қазіргі жағдайда көп берілген мәтінді оқып аяғына дейін жете алмайды. Сондықтан сурет берілетін болса, суретке қарап отырады да, олар нәтижесін шығара алады. Мысалы, мына суретке қарайды да, яғни шеңбер бойымен қозғалыс екенін анықтайды. Шеңбер бойымен қозғалыс болса, негізгі шама ол период екенін анықтайды. Периодты тауып алатын болса, жылдамдық табылады, жылдамдық табылатын болса, циклдық жиілікті тауып алады. Яғни бірінен бірі шығатын тапсырмаларды орындай алады балалар. Екінші жағдайда да мына жерде, яғни қозғалыс бір бағытта ма, жоқ қарама-қарсы бағытта ма? Егер қозғалыс бір бағытта болатын болса, яғни 2 жағдайда қарастырады. Егер дене кеңістікте қозғалатын болса, жылдамдықтар қосылады. Егер қарама-қарсы болатын болса, жылдамдықтар азайтылады. Әртүрлі жағдайды кеңістікте және судағы процестерді бір-бірімен салыстыра отырып, соңғы жылдамдықты анықтауға арналған тапсырмалар. Енді механикалық тербелістер болған кезде, мына жерде сатылап графикке қарап отырады да, сатылап тапсырмаларды орындайды. Бірінші жағдайда ол оның жиілігін таба алатын болса, екінші жағдайда оның жылдамдығын тауып алады, одан кейін барып оның үдеуін тауып алады. Яғни бір деңгейден екінші деңгейге аттап отырады. Егер де бала бір деңгейді меңгере алмайтын болса, келесі деңгейге уже өте алмайды. Ол жағдайда осы физиканы жақсы меңгеріп отырған оқушылар үлгерімі төмен оқушыларға көмекке келеді. Ал енді мынандай берілген тапсырма кезінде оқушылар бұл жерде негізгі
мәтінге қарап отырып әртүрлі сұрақтарға жауап береді. Бірінші жағдайда ол қозғалыстың траекториясы қандай екенін, яғни допты тепкен кезде деформация қандай деформацияға ұшырайтынын, доптың көтерілу биіктігін, уақытын, ұшу қашықтығын балалар осындай сұрақтар, тесттерге жауап беру арқылы бір мәтінді толықтай қорытындылап шығады. Енді қазіргі жағдайда ақпараттар өте көп таралғандықтан біз балаларға ақпараттарды береміз, яғни ақпараттар бала тыңдап алады. Удача ұшырайтындықтан қабілеті де өзгереді. Былай келсек, кейбір адамдарға дейді, осындай балаларға ақпаратты тыңдатып алып, осы ақпарат бойынша кішкене өздерінің түсінген мәліметтерін анықтатамыз. Сол бойынша негізгі терминдерді жаздырып аламыз. Термин бойынша сұрақтар құрастыруға тырысамыз. Ол сұрақтар арқылы мәтін құрастыруға тырысамыз. Сонда бала өмірге осы терминді қалай қолдана алады, қай мамандыққа негізделген екенін анықтап айтып отырады. Яғни көп жағдайда біз осы ақпараттарды әрбір жерден қолдана отырып, балалар өздеріне тиісті дүниені құрастыруға тырысады. Сонымен бірге ол физика тек қана теориялық бөлім емес, бұл практикалық бөліммен де ұштасып отыру керек. Сондықтан да біз көбіне пед платформасын қолданамыз. Ол жердегі әртүрлі тапсырмаларды орындап, олардың зейіндері ашыла бастайды. Яғни осындай авторлық бағдарламамды сіздерге ұсына отырып, өзім мынандай ұсыным жасағым келеді. Сабақ кезінде әртүрлі ақпараттарды қолдана отырып, тапсырма оқушыларға құрастырату, мәтінмен және графикпен берілген тапсырмаларға нақты сұрақтар жазуға үйрету болып табылады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға алғыс білдіремін. Ләйлә арзаныңызға қойылатын сұрақтарыңыз бар ма? Өте жан жақты, жақсы түсіндіріп шықты бағдарламаны.